Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді сосиски в тесте дайындайтын боламыз. Бұл рецепті өте ұзақ істедім. Бір дегеннен қолыңыздан келетініне сенімдімін. Алдымен аппары дайындаймыз. Жылы сүтке тұз, қант және де құрғақ дрожжи қосып, араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қойып қоямыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алда көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Дайын болған аппарымызға сұйық май қосып араластырамыз. Сосын үстіне ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды көп қосуға болмайды, тек қана рецептте берілген мөлшерде ғана қосыңыз. Сонда қатты емес, жұмсақ болып шығады. Бетін жауып жылы жерге қоямыз. 1-1,5 сағатта көтеріледі. Көтерілген қамырымызды қолымызда майлап, шығарып аламызда, ешқандай ұн сеппей тақтамызға қойып жаямыз. Қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ, өзіңізге керекті жұқалықта жайсаңыз болады. Жайылған қамырымызды ұзынынан кесіп шығамыз. Оны мынанша сантиметр деп айта алмаймын, өлшеген жоқпын. Тек қана көз мөлшермен орташа етіп кесе бастадым. Ұзынша етіп кесілген қамырымызды алып, сосискамызға орай бастаймыз. Еш ашық жерін қалдырмай орайсыз. Міне қамырымызды қалай орауға болатын ақырын етіп көрсетіп жатырмын. Осылай орап кете бересіз. Еш қиындығы жоқ. 1-5 минутта барлық сосискаларыңызды осылай орап шыға аласыз. Тағы да айтылатын жайт, сосисканың сыртындағы оболочкасын алып тастаңыз. Менде натуральный оболочка болды, сондықтан алынбады. Бір жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүт қосып, сосискалардың бетіне жағып шығамыз. Сосын үстіне күнжіт сепсеңіз де болады. Бұл қалауыңызша. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.